Сабақтың тақырыбы қорытындылау. 38-ші сабақ. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін және құрама фигуралардың ауданын табу бойынша алған білімдеріңді қорытындылайсыңдар. Оқулықтың 137-ші бетіндегі бірінші мысалға қара. Көлем өлшем бірліктерінің кестесіне сүйеніп, бос орындарға тиісті сандарды қой. 1 метр кубта 1000 дециметр куб бар екенін ескересің. Ірі бірліктен ұсақ бірлікке айналдырғанда көбейтеміз, яғни 9 метр кубты 1000-ға көбейтеміз. Ал ұсақ бірліктен ірі бірлікке өрнектейтін болсаң, 18.000-ды 1000-ға бөлесің. Екінші тапсырмада фигуралардың қабырғаларын өлшеп, ауданын тап. Осы екі фигураның біреуін таңда. Егер сен бірінші фигураны таңдайтын болсаң, онда ортасындағы тік төртбұрыштың ауданын тауып аласың. Оның ауданын табу үшін өлшеу қажет. Ұзындығын және енін өлше. Енді екі жағындағы үшбұрыштардың ауданын табу үшін олардың қабырғаларын тік төртбұрышқа толықтырып, оның ауданын тауып, екіге бөлесің. Табылған үш фигураның аудандарын қос. Екінші фигураның ауданын табатын болсаң, оны 3 бөлікке бөл. Ортада үлкен тік төртбұрыш және екі шетінде кіші тік төртбұрыштар болады. Жеке-жеке тауып алып, аудандарын қосасың. Алайда өлшемдерді дұрыс орында. Сонда бәрі дұрыс шығады. Енді үшінші мысалды орындауды үйреніп ал. Мұнда амалдар берілген. 45 дециметр кубтан 59 сантиметр кубты қалай азайтуға болады? Ол үшін 45 дециметр кубты сантиметр кубқа айналдырамыз. 45-ті 1000-ға көбейтеміз. Шыққан саннан 59 сантиметр кубты азайт. 74 метр кубтан 145 дециметр кубты азайту үшін 74 метр кубты дециметр кубқа айналдырасын. Ол үшін 74-ті 1000-ға көбейтесін. Содан шыққан саннан 145 дециметр кубты азайт. 50 сантиметр кубтан 35 миллиметр кубты азайту үшін 50 сантиметр кубты миллиметр кубқа айналдырып ал. Ол үшін 50-ті 1000-ға көбейт. Шыққан саннан 35 миллиметр кубты азайт. Математика күнделікті өмірде. Төртінші тапсырмаға қара. 138-ші бет. Сыйлықтар өлшемі 20 см, 25 см және 15 см қорапқа салынды. Әрбір сыйлық суретте көрсетілгендей таспамен байланды. Егер түйіні мен ұшына 50 см қалдыратын болса, қорапты байлау үшін қанша сантиметр таспа қажет? Осындай 5 сыйлықты байлау үшін қанша таспа қажет? Ал енді қораптағы таспаға қарайық. Мұнда биіктігін 4 рет, ұзындығын 2 рет астынан үстінен және енін 2 рет айналған. Ал енді біз 20 см, 25 см және 15 см өлшемдерді ұзындығына, биіктігіне және еніне аламыз. Ал енді әр жағындағы өлшемдерді сол неше рет болса сонша рет көбейтіп, оған түйіні мен ұшына кеткен 50 сантиметрді қосып, барлық таспаның ұзындығын тап. Шыққан нәтижені 5-ке көбейтсең, 5 сыйлықты байлау үшін қанша таспа қажет екенін табасың. 138-ші беттегі 5-ші А есепті шығарайық. Текше берілген, текшенің көлемі 27 дециметр куб. Текшенің қырлары нешеге тең? Қандайда бір санды өз-өзіне 3 рет көбейткенде 27 шығу керек. Қай санның кубы 27-ге тең екенін есіңе түсір. Сол сан текшенің қыры болады. Іске сәт балалар. Бүгінгі сабақта тікбұрышты параллелепипедтің көлемін және құрама фигуралардың ауданын табу бойынша алған білімдерімізді қорытындыладық. Есептердің барлығын шығарып, ұстазыңа жіберуді ұмытпа.